ал өзі композитор болып туылды да. Ол біздің жанымыз бен жүрегімізді, діліміз бен тәнімізді мәңгі бақи нұрландырып, мәңгүрттік кесапаттан құтқаратын бір дуалы құдірет. Илья Жақанов. Ақиқатына келгенде, Шәміштің талант асқақ. Әсел мәндері қай ата, қандай сыйлықтардан да жоғары. Әсел Бесеу. Ол табиғи жаратылысына орай еркін жүргенді ұнататын. Соған орай мінезі де сол заманның шектеулі шеңберіне сыя бермейтін. Шығармашылықта да еркінет, сондықтан атағы да ерте шықты. Тума талант деген сөз осындай жандарға арналған болса керек. Теміржан Базарбаев. Жаншаға айтыңызшы, өміріңізде сізді ренжіткендер болды ма? Мені біреу бақытты етті десем, оным өтірік. Ешкім ренжіткені десем, оным да өтірік. Мен өз өмірімде қанша ән салсам, сонша жылаған болуым да керек. Олай болса сізге екінші сұрақ. Айтыңызшы, сіздің әндеріңізді жас та кәрі бәрі сүйіп тыңдайды. Әніңізді мына елдің жүрегіне соншалықты жақын болуының себебі неде? Оның себебі біреу